Бүгін самсаның тестасымен бөлісетін боламын. Самса песочно слоеный болады, сондықтан менімен бірге болыңыздар. Мен мына жерде бір замес дайындап жатырмын. 15-20 кісіге өте екі түрлі самса жасағанға өте жақсы вес. Мына жерде 750 грамм ұн. Мен Дани нанды пайдаланамын, білесіздер. Сосын бұған өзім әр рекламада постоянно айтам, деревенский ұнайтма выпечкаға. Білем, таза сарма емес, пред, но именно выпечкаға күшті кетеді. Бұдан мен 400 грамм алам. Сәл комнатный температураға әбден ерітіп, осыған енді крашить етіп алам. Бұл тестаға мен 2 жұмыртқа және 1 жұмыртқаның сарысын қосатын болам. Грамм тұз саламын. 150 грамм 20% президент қаймағын пайдаланамын. 200 грамм салам. 200 грамм менде 3 полный столовый ложка. Бұл су, сүт ештеңе қоспайсыз, дәл осы сұйықтықпен 750 грамм ұнды илеп шығасыз. Мінеке тестамызды илеп қойдық, міне мынандай консистенцияда болады. Осыны морозилкаға салып қоям қыздар. Осы бір заместен 40-45 штук шығады 30 граммнан бөлгенде.